Ал құрметті ханымдар, қош келдіңіздер. Менің рецептерім ұнап жатса, міндетті түрде маған жазылып, подписка жасап, және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ал енді келесі кезекте мен сіздерге өте оңай, жеңіл, дәруменге бай бір салаттың түрін көрсетейін деп тұрмын. Тез жасалады, тез дайындалады, ешқандай бір қиналып жасамайсыздар. Сондықтан сіздерге қажетті, неге менің қолымда өздеріңіз білетін қияр, помидор, болгар бұрышы және бізде шпинат. Сосын мен қазір сіздерге тағы да бір айтып ескертіп қояйын. Қазір мен тағы бір ескертіп қоятын жағдай, ол менде брокколи қазір пісіп жатыр. Қайнап тұрған суға бір 4 минутқа, ішіне қайнап тұрған тұзды суға 4 минутқа салып алсаңыздар, сіздерде брокколилеріңіз дайын. Ал жақсы ханымдар, мен сіздермен бірге салатымды бастайын. Және тағы да айта кететін жайт, мінекей бізге оливковый масло дейміз, зәйтүн майы керек, бальзамический уксус керек, және бізге мынандай кунжут керек, кунжут, тұз міндетті түрде. Жақсы ханымдар, сіздерге көрініп тұрса, біз қиярымыздан бастаймыз. Қиярды ортасына бөліп алдым. Көріп тұрған шығарсыздар, менің қиярым кішкентай. Қиғаштап тураймыз. Түсінікті ғой, қиғаштап тураймыз. Қиярымыз турап алдық. Енді менде помидор, мына помидор өте етті екен, су шығып тұрған емес. Енді бұндай помидорлар өте керемет болады. Енді өйткені өздеріңіз білесіздер, су шығып тұрған помидорлар кішкене бір араластырғанда мазасы қашып жатады, Байқап отырған шығарсыздар, менде помидорларымды қиғаштап турап жатырмын. Егер помидор болмай, үйіңізде черри, кішкентай ұсақ помидор болған жағдайда, міндетті түрде черри помидорыңыз сала беруіңізге болады. Мінекей, менің қиярым қандай, тура сондай етіп турап жатырмын. Неге помидор мен қиярымызды турап алдық. Енді бізге болгар бұрышы қажет. Болгар бұрышын ұзынша етіп алдық, және бұның ішіндегі артық етін алып тастаймыз, тап-таза ет. Бұны да жаңа өздеріңіз көріп отқандай, мінекей қиғаштап турап жатырмыз.
болгар бұрышын турап алдық, қиярымыз турап алдық, помидорымыз турадық. Енді біз сіздермен бірге, ал ханымдар, жаңа өздеріңізге айтып өткендей 4 минутқа ғана қойып алдық. Бұл бізде езіліп кетпеу керек, өздеріңіз білесіздер. Және осындай ұсақ етіп бөліп алдық. Неге бұны біз салатымыздың ішіне салып жібереміз. Неге осындай етіп салатты дайындап жатырмыз. Енді бізге қажетті шпинат. Шпинатты өздеріңіз білесіздер, өте дәруменге бай. Қазір біз шпинатты турап алатын боламыз. Шпинаттың әртүрлісі болады. Үлкені болады, кішісі болады. Менің қолымда көріп тұрғаныңыздай бейби деп аталады. Бейби дегеніміз бұл кішкентай ұсақтары. Мен жуып шайып, кептіріп тазалап алдым. Міндетті түрде жуып шайып алыңыздар. Енді біз салаттарымызды осылай үзіп шпинаттың жапырағын үзіп салатымызға сала бастаймыз. Өте қатты ұсақтамаймыз. Енді мен өздеріңіз байқап отқан шығарсыздар, шпинатты мөлшерден өте көп салып жатқан жоқпын. Өйткені шпинаттың жапырақтары мынау жаңағы объем беріп тұрады дейді ғой, көп болып көрсетіп тұрады. Енді осы салаттарымыздың барлығын салдық. Енді не істейміз? Біз сіздермен бірге бальзамический уксусымызды құйып шығамыз. Және зәйтүн майын құямыз. Және болмасынша ғана бір шымшым тұз саламыз. Және сіздермен бірге тағы да бір құпия, әрине бал саламыз қасықтың жартысымен. Енді осыны жақсылап араластырып шығамыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді салат болады. Бұл салатты қыста да жасай берсеңіз болады, жазда да жасай берсеңіз болады. Жаңа сезонный деп шпинат болмай қалатын, тағы да басқа болмай қалатын емес. Сондықтан өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жасай берсеңіз болады. Түсінікті ғой? Ал ханымдар, біз сіздермен бірге салатымызды жасап шықтық. Өте әдемі салат, дәмді салат, қайта-қайта сұрай беретін салат. Мінекей, енді осы салатымызға жаңа сіздермен бірге айтқан кунжутымызды сеуіп шығамыз. Өздеріңіз білесіздер, кунжут өте пайдалы. Бұл жерде пайдалы емес, ештеңе жоқ шығар.
бұл жерде пайдалы емес ештеңе жоқ, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығыңызға ас болсын. Менің парақшама жазылып, осындай әдемі салаттарды қолда бар заттармен дайындап үйренуге парақшама келіп тұрыңыздар. Қош сау болыңыздар.